Алматыда алдағы күндері күн суытады. Ескертілуінше қалада жаңбыр жауып, таулы аймақтарда температура күрт төмендейді. Aynımızda tadır kozgan Мен ешкімнің сүймеймін Ешкім ұнамайды Өтірік сезім болған Мен енді қаламаймын Толмайсың ба бозторғайым Жылыяңа Толмайсың ба бозторғайым Екінші жыл 11 май, Барахолка. Жағдай жаман емес ничо Енді шлей Голливудтағыдай емес ничо Жарты күн жаңбыр болып еді, болды. Алматы, Венеция болды да қалды. Мен бар ғой, мына біздің мемлекеттің дана политикасына риза боламын да. Бұлар Венецияны, шетелді бұлаяқ болсын көріп қалсын деп, жаңбыр кезде балалық шақтары есіне түсінші бүйтіп аяқтары су болғанда деп осындай бір план жасаған ғой. Мен ризамын бар ғой. Қанша шетелде болдым, жаңбыр болсын, қар болсын жауса да бүйтіп арттарына кіріп кетіп қала береді да, бәрінде интрига жоқ та. Не болады екен, стористер қандай салады екен, кімнің машинесі ұшып қалады екен деген интрига жоқ та. Короче, мы самые темные. Я знаешь, куда я? Анна, вот так. Все, приехали, ехать некуда. Путеводная. Kevdime basıp vereyim Mına bizді суалып кетті білесіздер. Сол төрт бала шағамен шатырдың үстінде отырмын қазір. Мына сол елемет адам қандай көмек береді бізге? Не ғой? Көмек болғанда күйеуімнен күйеуім. Аль-Фараби патентлардың бәрін су басып кетті. Дренажный системалары жоқ. Қазақстанның ең бетке ұстар қаласы Алматы осындай болып жатыр. Жауын жауған кезде Есентай молының қасында Аль-Фараби көшесі. Патенткінің бәрі суға толы. Адамдар арғы бетке өте алмай тұр.
Ты неси меня, река, за крутые берега, где по... Алматы, міне Бағорда жақ, Рысқұлова жақ. Оси барабина, оси барабина, оси болады. Что за это? Көл.